Жапонияда 5 па 6 ма табу тақырып бар, яғни айтуға болмайтын тақырып. Олар якудза, император, Согакай деген өзінің секталары бар, үлкен жайылып кеткен. Сол жақтағы кәрістер, сол жақтағы айнулар, Окинаваның ежелгі адамдары, Рюкюджин деп айтады өздері. Олар қазір көбісі тілін ұмытып сондай болып кеткен, бірақ әлі күнге дейін бар біраз. Мысалы, осы тақырыптарды қозғауға болмайды. Оның ішінде император да бар ғой. Сол себепті мен о жайлы білмеймін. О жапондардың өздері білмейді, о жайлы мен қаяқтан білемін. Айтпайды да оны. Менің бір досым бар. Ол осы Жапонияда оқып келді. Университетте жаңа профессорынан сұраған ғой. Күге деп айтады. Күге деген сол императордың туысқандары, былайша айтқанда, отбасы. Енді солардың арасында таққа таласу деген сияқты бір ұрыс керіс болмай ма десе, мен білмеймін деп айтқанда. Ол жай адам емес қой. О, император бойынша дәріс өтіп отқан адам, мүйізі қарағайдай профессор болса, андай сұраққа мен білмеймін деп айтып жатыр да.